Каналыма қош келдіңіз. Бүгін өзімнің ең сүйікті рецептіммен бөлісемін. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ұн мен майды блендердің көмегімен араластырамыз. Және де кішкене қопсытқыш қосамыз. Тағы бір тәсіл, мұздатылған майды ұнмен теркіден өткіземіз. Ары қарай бөлек ыдыста жұмыртқа және қантты араластырамыз. Бөлек араластыруымыздың себебі қант жақсылап еру керек. Осы массамызға ұн мен майды қосып, қамырды илейміз. Барлық керек заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын. Ұн сәл көп немесе аз кетуі мүмкін. Қамырды жақсылап илеп тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Ары қарай салмасын, яғни начинканы дайындаймыз. Сүзбеге крахмал немесе ұн, қант, жұмыртқа және кез келген жидектер қосамыз. Блендердің көмегімен массаны жақсылап араластырамыз. Бұл қамырдан 2 кішкентай немесе 1 үлкен пирог жасауға болады. Диаметрі 20 см. Әзірше екінші бөлігін ауа кірмейтіндей етіп жауып қоямыз. Диаметрі 20 см формадан 2 пирог шықты. Қамырды жұқалап жаямыз. Қамырымыз пеште әлі көтеріледі, сондықтан жұқалап жайған жөн. Формамызға жақсылап май жағамыз. Бұл қамырдың рецепті универсалды. Яғни бұл рецептпен кез келген пирогтарды жасай берсеңіз болады. Мысалы, алма пирогы, сметанник. Формаға тұп-тура келді, тіпті шеттерін кесудің де қажеті болған жоқ. Ортасына салманы саламыз. Алтын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Рецепті өзіңізге сақтап алыңыз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Және каналымның дамуына үлес қосқыңыз келсе, подписка жасауды және колокольчик басуды ұмытпаңыз. Каналымдағы басқа да видеоларды қарап көріңіз, өзіңізге ұнайтын рецепті міндетті түрде таба аласыз.